Бүгінгі күні осы Сарыағаштағы медресеміздің басына жиналып жатырмыз. Ондағы негізгі мақсатымыз мына еліміздің біртуар азаматтары болған Әбсаттар ұстаздарымыз, Әбдуғаппар ұстаздарымызды еске алып, дұғамен еске алып отырмыз. Мықты күресетін спортшыларымыз, Құранды толық жаттаған қариларымыз келіп жатыр. Мінекей дүниеден өтсе де, бірақ Аллаға шүкір артында бір кереметтей із қалдырып отыр, қаншама шәкірттер қалдырып отыр. Сол шәкірттерін тек қана біліммен ғана емес, бірін-бірін бауырластырып, бірін-бірін достастырып, үлкен-үлкен еңбектер жасап кеткен сондай ұстаздарымызды Алла рахметін алсын. Алла осы Сарыағаш медресе колледжіне ұзақ ғұмыр берсін, ақыретке дейін тоқтамайтын ілім беретін, ғылым, білім беретін, тәрбие, өнеге беретін, қаншама осы жерде қазақтың батырлары, ақындары, әкімдері шығатын, аяулы аналары шығатын орда бола берсін.